Бүгін біз қыз қуу ұлттық ойынын ойнаймыз. Ойын ережесімен таныстырып өтейін. Бұл ойын бұрынғы ойыннан ерекше. Екі ойынға қатысушы ұл бала қыз балаға жету үшін жолдағы кедергілерден өтуі тиіс. Қай ұл бала тапсырмаларды жылдам әрі тез орындаса, сол ойыншы қыз қуу ойын жалғастырады. Кедергілер: бірінші кедергі мақал-мәтел айту, екінші кедергі қиынды суреттерді құрастыру, үшінші кедергі асықты шиырып алшысынан түсіру. Үш кедергіден өткен ұл бала қыз қуу ойын жалғастырады. Балалар, сендер ойынға дайынсыңдар ма? Онда ендеше 1-3-ке дейін санаймыз, ойынды бастаймыз. 1-2-3. Балалар, бұл кедергіде мақал немесе мәтел айту керек екен. Сәбит, сен қандай мақал-мәтелдерді білесің? Тамаша. Ал Абат, сен қандай мақал немесе мәтел білесің? Жарайсыздар, келесі кедергіге кеттік. Бұл кедергіде мозаикаларды құрастыру. Жылдамдықты, ептілікті талап ететін ойынға кеттік, жалғастырамыз. Мына жерден бір асық аламыз. Шертеміз.